Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жеңіл дайындалатын, әрі дәмді болып шығатын сгущенка қосылған пончиктер жасаймыз. Басқа да рецепттерді көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысқа жұмыртқамызды, үстіне сгущенкамызды құйып, соның үстіне содамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Кішкене ғана тұз салып, тағы да бір араластырып аламыз. Қоспамыздың үстіне ұнды електен өткізіп, салып, қолымыздың көмегімен қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды 15 минутқа холодильникке салып қоямыз. Қамырымыздың үстіне ұн себе отырып, видеода көрсетілгендей қылып, оқтаудың көмегімен жіңішке қылып жаямыз. Енді пончиктарымызды дайындап бастаймыз. Видеода көрсетілгендей қылып кесіп аламыз. Пончиктарымызды табамызға кішкене май құйып, орташа отта екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Осымен біздің өте жеңіл әрі дәмді болып шығатын пончиктарымыз дайын болды. Үстіне мен сахарная пудра септім. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.